Дәл қазіргі уақытта өршіп тұрған тұмау мен жөтелді үй жағдайында табиғи жолмен ешқандай дәрісіз емдеудің 3 түрлі әдісін ұсынамын. Ең алдымен орташа көлемдегі 2 пиязды дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз. 2-3 тісше сарымсақ қоссаңыздар да тіптен керемет болады. Өздеріңіз білетіндей, сарымсақ пен пияздың ағзадағы вирустарды өлтіруге үлкен көмегі тиеді. Енді осы ұсақтап турап алған пиязымызды беті жабылатын бір ыдысымызға саламыз. Және де бізге кез келген табиғи бал қажет болады. Мен осындай тозаңдандырылған түрін алдым. Осы балдан пияздың үстіне 2 шай қасық толтырып саламыз. Егер бал болмаған жағдайда 2 шай қасық қант қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және ыдыстың бетін жауып қараңғы жерге 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Шамамен 5-6 сағаттай уақыт өткеннен кейін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай пияздың бойынан өзінің соғы, яғни шырыны бөлініп тұрады. Осы шыққан шырынды сүзіп алып, күніне 3 мезгіл 1 қасықтан ішіп отырсаңыздар болады. Бұл жерде ескеретін бір нәрсе, осы жасап алған смесіміз тек 6 сағатқа ғана жарайды, сондықтан келесі күні басқасын дайындап ішуге тура келеді. Ал енді екінші әдіс үшін бізге тұздалмаған қойдың құйрық майы қажет болады. Осы құйрық майды кішкене ұсақтау етіп турап, табаға салып, қыздырып, осылай майын шығарып ертіп аламыз. Немесе құйрық майды банкаға салып, астына кастрюльге су құйып, солай водяной баняда ертіп алсаңыздар да тіптен керемет болады. Осы шыққан майын сүзіп алып, толықтай суытып аламыз. Жөтелге қарсы жақпаны дайындау үшін бізге аптекадан осындай камфорный масло қажет болады. Және жаңағы ертіп алған құйрық майымызбен табиғи бал қажет. Енді қасықтың ұшымен құйрық май және қасықтың ұшымен балдан саламыз және 2-3 тамшыдай осы камфорный маслоны қосып, барлығын жақсылап араластырып, толықтай ертіп, қыздырып, баланың немесе өзіміздің мойнымызға, осылай кеудемізге жақсылап сіңдіріп жағамыз, табанымызға да жағамыз. Ал үшінші әдісті көпшілігіңіз білетінде боларсыздар. Бізге осында қайнап тұрған ыстық сүт қажет болады. Осы сүтіміздің үстінен 1 шай қасық толы қолдың таза сары майын саламыз. Қолдың майы болмаса, дүкеннің 82%-дан кем болмайтын сары майын салсаңыздар болады. Және табиғи балымыздан да 1 шай қасық толы салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы сместің үстінен 1 жұмыртқаның сарыуызын және 2-3 тамшы йод тамшысын қоссаңыздар тіптен керемет болады. Жөтеліңіз басылғанша күніне 2 мезгілден немесе 1 мезгілден ішсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ем болсын. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.